Сәлем құрметті оқушылар, бүгінгі бізде өтілетін тақырып ол теңдеу. Теңдеу деген ол тест кітапшасында осыған қатысты бірнеше есептер келеді, келмейді емес. Кемінде 30 есеп болса, соның 5-еуі немесе 6-ы осы теңдеуден келеді. Теңдеудің бірнеше түрі бар, оның түрлері бірнеше болғанда көп. Қарапайым, жүйелі, рационал, иррационал, квадрат теңдеу, модульдік, дәрежелік, көрсеткіш дәрежеге қатысты бірнеше бар. Ал бірақ теңдеудің ең жақсы бір қасиеті басқа есептерге қарағанда теңдеуде берілген варианттардағы есеп жауаптарды алып, теңдеуге жаңа айнымалардың орнына қойып жауабын тексеруге болады. Бұл теңдеудің ең бір тиімді жері, сондықтан тестте келетін теңдеулерден қателесудің қорқудың не болса қателесіп кетем деген қорқыныш болмасын. Себебі бұл теңдеу бізде оңай тақырып. Сонымен бізде әдетте 3 бөлікке бөліп өтеміз. Бірінші өтетініміз қарапайым, жүйелі, рационал және иррационал теңдеулер. Яғни бізде мынау бірінші бөліміне мән берейік. Бұл жерде біз айттық жаңағы жүйелі теңдеулер, рационал, иррационал және қарапайым теңдеулер. Енді қарапайым теңдеулер 3-4 сыныптың тақырыбы, тіпті 5-ке кіреді. Білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар, сонда да түсіндіре өтейік. Мұнда біз формула жазып қойдық қандай да бір нәрселермен. Бұл жерде теңдеу дегенде яғни бір айнымал болады, сол айнымалын табу керек болады. Яғни бізде бұл мына барлық формулаға ортақ айнымал бұл x. Яғни біз мына жерде табу барлығында табуында x қойдық. Мысалы мына жерде x табу керек, мұнда x табу керек деген сияқты. Ал мұндағы a, b, c деген ол қандай да бір сандар деп қарастырасыздар. Яғни есептеу кезінде сіздерде тестте е1 сан беруі мүмкін, не болмаса тура осындай белгісіз әріптер беруі мүмкін. Жалпы бізде табу керек x бұнда. Қарап тұрсақ, сонда бәрі әріп, бірақ бізде x айнымал болып есептелінеді теңдеу болғаннан кейін. Енді бірінші бізде қарапайым теңдеулер, оның формуласын мұнда көрсеттік. Қарасақ, ax плюс минус v тең болады c деді. Яғни бұл жерде x-қа айнымалға бір сан қойылып тұр, және бір сан қосылған, не болмаса азайтылған. Және теңдіктің келесінде тағы бір сан бар. Бізге x-ті табуымыз керек. X-ті табу керек. Не істейміз? Ең бірінші мына бос мүше деп айтылады. Неге бос мүше деп айтылады? Себебі бұның қасында айнымал жоқ. Бұл просто тұрған сан, бұл 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін. Мынау a 2-ге тең болса, мынау 2x. Бұл 2x деп айтылады. a-ның орнына 2-ні қойсақ, x қойып 2x болады. Бұл бос мүше емес уже. Енді не істейміз? Енді x бар мүшені қалдырамызда, бос мүшені кері таңбамен түсеміз. Мысалында плюс болса, келесі бетте минус болып өтеді. Егер минус болып тұрса, келесі бетте плюс болып өтеді. Оны білесіздер уже теңдіктің келесіне кері таңбамен өтетін. С тұра береді, с-ны тиіспейсіздер, қоясыздар, тек мынаны кері таңбамен өтесіздер. Ax қалды. Енді мысалы мында 3, мында 2 берілген болса, азайтып 1 деген мәнді жазуымыз мүмкін. Бұл қандай да бір не болса 2 деген сан шығады, жауабы шығады. Енді ол маңызды емес бізге. Жалпы мына екеуінен бір сан шығады. Және осыдан кейін есеп мына x-ға қойылып тұрған санды, не болса берілген нәрсені істейміз, теңдік келесіне бөлеміз. Мұнда мысалға a x-қа қойылып тұр ғой, мұнда теңдік келесіне бөлеміз. Егер мысалы мұнда x бөлінген a дейік, мұнан орында тең болады. Мұнан қайтып көшіп жазайық. с минус плюс v дейік. Бірінші минус болуы мүмкін, плюс болуы мүмкін, кез келген жағдай. a қойылып тұрған кезде a-ны мына екеуінің қосындысына немесе азайтындысына бөледі екен. Мысалы егер x-қа бөлініп тұрса, мынандай жағдай не істейміз? x-қа бөлініп тұрған аны теңдіктің келесіне көбейтіп жібереміз. Ол кезде с плюс минус v бұл жаққан ішінде тұрады, екен бір амал болады одан, сөйтіп соны a-ға көбейтеміз. Бұл уже қарапайым теңдеу шешілу жолы. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай есеп шығару барысында көреміз жалпы. Енді келесі бізде не берілген? Рационал. Рационал деген яғни бөлшектен тұрады. Түбірден немесе бөлшектен. Бұл не берілсін? Мысалы бізде x айнымалысы бөлшектің алымында тұр. ax плюс минус v бөлінген d қандай да бір сан, с қандай да бір сан. Теңдіктің келесі бетінде мысалға 0 тұруы мүмкін, или қандай да бір сан тұруы мүмкін, 2 арасында неше дәл. Не істейміз осы кезде x табу үшін? Ең бірінші бізде мына бөлімде тұрған d-ны бөлу еді, мұнда көбейтіп жібереміз. с-ға көбейтеміз. Енді мұнда с-ға көбейттік. Осы кезде не болады бізде? ax плюс минус v тең болады, мұнда d с-ға көбейіп кетсе, с көбейтіп d болады. Енді тура жаңа мынаған келді. Енді арға не істейсіз? Мұна кері таңбамен өтсіз, және x-ің алда тұрған a-ны бөлесіз. Сонда бізде x-тің тең болады неге? с көбейту d минус плюс v, кері таңбамен өтті, және x-тің алда тұрған a бөлінді. Мына формула шықты өже. Бөлшектің егер айнымалы тек алымында кездескен болса, не істейміз? Астындағыларды қортамыз. Мынандай бір сызыққа келтіріп аламыз. Сызыққа келтіргеннен кейін бос мүшелерді келесі бетке өткіземіз. Енді осындай
әдісте уже мына бір сызыққа келген екен, ол уже мынаған келді, мына қарапайым теңдеулер жүйесіне келді. Енді келесі бізде қалған есептеу барысында көреміз. Келесі бізде жүйелі теңдеулер. Яғни жүйе берілген жағдайда, яғни екі теңдеу болуы мүмкін, не болмаса тағы бірнеше жүйелер беріле беруі мүмкін. Яғни енді белгісіз ол. Біріне мысалы пока біз түсінікті болу үшін екеуін ғана алайық. Бұл жерде неге x және y-тер жүйе болғаннан кейін, онда екі теңдеу болса, значит, екі айнымал болады. Ал үш теңдеу болса, үш айнымал. Енді мүмкін неше түрлі жағдай болады. Екі айнымал бар. Яғни бізге айнымал деген сөз, мысалы мына жерде x-ті таптық қояйық, ол x-ті айнымал деп. Мына жерде екі айнымал бар деген сөз, x-ті да табу керек бізге, y-ті да табу керек деген сөз. Енді қарайық, мұндай жүйелі айнымалар берген кезде бұның шешудің бірнеше жолы бар. Дәл сол жолдарды ұсынамыз. Бірінші, жүйені жүйеге қосу, не болмаса азайту. Не үшін қосамыз, не үшін азайтамыз? Себебі сіздер бір ғана айнымал болса, мысалы мына жерде тек x-ті тап деді, қалған бәрі сандар. Шеше аласыздар. Яғни мына жердегі x-ті не болмаса y-ті бізге жою керек. Жою үшін не істейміз? Мысалға, мына жерде екі жүйені бір-біріне қоссақ не болады? Сәйкес мүшелерін қосып шығамыз. X-қа x-ті қоссақ не болады? 2x болады, иә? Плюс y, минус y, екеуі бір-бірін қосылса, уже жойып жібереді. Ештеңе болмайды. 7-ге 1-ді қосамыз, қанша болады? 8 болады, иә? Енді x табу үшін не істейміз? Тура мынандағыдай x-тің алдында тұрған санды келесі бетке бөлеміз. 2-ні бөлеміз 8-ге. Так, 8 бөлінген 2 неше болады? 4. X-тің жауабы шықты 4. Бізде x тең болады екен 4-ке. Енді осы x-тің 4-ті ағып, мысалында қоямыз. 4 азайту y тең болады 1. Y неше тең болады? Яғни 4-тен қандай санды азайтқанда 1 болады? Ол әрине 3. Шештік. Дәл осылай шешуге болады екен. Бұл қосу әдісі деп айтылады. Енді сіздер жүйеге қарайсыздар, так мен мына екі жүйені бір-біріне қосып жіберсем, бір айнымал жойыла ма екен, жойылмай ма екен? Соған мән бересіздер. Енді так, мына ортадағысы қажет емес бізге. Енді дәл осындай қосу әдісі сияқты азайту әдісі де бар. Енді мысалы мына жерде азайтып жіберуге де болады, азайту әдісімен де шешіп көрейік. Екі жүйені бір-біріне азайтамыз. Мысалы мынадан мынаны азайтуға болады. Не болмаса үстіндегі жүйеден астыңғы жүйені азайтуға болады. Разница жоқ, қайсысына қоссақ та азайтсақ та. Азайтайық. X-тан x азайтамыз. Неше болады? X азайту x тең болады 0. Уже жойылып кетеді. X-тан x азайтсақ жойылып кетеді. Y азайту, яғни азайтуды қоямыз және минус y. Яғни мына y-ті азайтамыз, минус y-ті. Y азайту минус y. Тең, енді теңдіктің келесі жерде теңдіктің оң жақтарында бір-біріне азайтамыз. 7 азайту 1 6. Так, минус ішіне көйтіледі. Минусқа плюс болады. Y плюс y болады. Тең болады 6. Екен қоссақ 2y. Және де 6-ға бөлсек 3. Уже y шықты. 3-ті апарып мысалы мына жерге қойсақ, мұнда қойсақ 3-ті апарып. Не болады бізде? Қандай да бір санға шыққанда 7 болады. Яғни x-іміз 4-ге тең. Тура жаңағы шықты. 3 және 4. Жүйені қосу, не болмаса азайту әдістерімен шешуге болады. Енді тағы бір әдісі бар. Ол енді көптеп кездесетін әдіс. Енді ол алмастыру әдісі деп аталады. Мысалында x плюс y тең болады 7-ге, x минус y тең болады 1-ге дейік. Осы жерден бізде мынандай өрнек шығарсақ болады. Мына x үстіңгі жүйені алып барайық, үстіңгі теңдеу. Үстіңгі теңдеуді не жазып қойсақ? X плюс y тең болады 7-ге дедік. Енді не істейміз? Осы жерден x-ті табайықшы, осы жерден x-ті табу үшін не істейміз? Плюс y-ті мұнда минус қойып түсеміз. Тең болады 7-ні жазамыз, плюс y мұнда минус y қойып өтті. X-іміз неге тең екен? 7-тен y-ті азайтқанға тең. Енді мына жердегі x-тің орнына біз не жазамыз? 7 минус y жазаламыз. Себебі x тең болады 7 минус y бар. Яғни x-тің орнына 7 минус y жазаламыз. Одан кейін не бар? Еще тағы минус y бар. Тең болады 1. Енді мына 1-ді оң жаққа өткізейік. Мына екеуі қосылса минус y болады. Ол екен теңдіктің келесі бір бетіне өтсек. 7-тен 1 азайтылса 6 болады. Тең болады 2 мұнда плюс 2 қойып өтеді. Y тең болады 3. Енді қайттан нара қойғанымызда x-тің 4-ге тең екенін табамыз. Бұл алмастыру әдісі деп аталады. Мысалы бұл жерде тек x-ті өрнектеп аламыз, сонда біріншіден y-ті өрнектеп алсақ та болады. Y-ті өрнектеп алсақ, x мұнда азайтылып өтеді. 7 минус x болады. Енді мына y-ті мұнда 7 минус x-ті қоямыз. Ары қарай x минус x мына екеуі плюс болады. Қосылып қайта x-тің мәнін табамыз. Жүйені шешудің яғни осындай бір жолдар бар. Тағы бір есептеу кездерінде болады, енді ол сирек кездеседі. Жүйені жүйеге бөліп жүреміз. Алмастыру. Не болмаса мысалға тағы бір айта кететін нәрсе. Мұнда бір мысал алайық. Так, 2x минус y тең болады. Так, 3 x минус 2y. X минус плюс 2y тең болады 4 дейік. Осындай бір жүйе берілді. Енді қарайық. Мұна екеуін бір-бірінен қосып жіберсек,
мысалға ана егер 3x болады, минус y плюс 2y қанша болады? 1y қалады. Яғни y жойылмайды. X жойылмайды, y жойылмайды. Қосқанда. Азайтсақ та x жойылмайды, y жойылмайды. Алмастырумен шешуді білесіз бе? Мысалы мына жерден алмастыру 4 минус 2y дейсіз, мына x-тің орнына 4 минус 2y қоясыз, шеше аласыз. Уже алмастыру ол кез келген нәрсеге жарай береді. Ал сізге не істеу керек? Қосу не болмаса азайту әдісін пайдалану керек. Сосын не істейсіз? Мысалға жалпы теңдеуді бір санға көбейтіп жіберуге болады, бір санға бөліп жіберуге болады. Мысалы біз айталық, үстіңгі жүйені бүйтіп мынандай қоямыз да, көбейтеміз 2-ге дейік. Үстіңгі теңдеуді 2-ге көбейтіп жібереміз. Сол кезде не болады? Бізде мынандай теңдеу пайда болады. 2-ні барлығына көбейтіп шығамыз. 2-ні 2x-қа көбейтсек 4x болады. 2-ні минус y-ға көбейтсек минус 2y болады. Тең болады. 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Ал астыңғы жүйені көбейтсек те болады, қандай санға бөлсек те болады. Или ешқандай санға көбейтпей-ақ сол жүйені қайтып көшіріп жазсақ та болады. Плюс 2y тең болады 4. Мына екі теңдеу қазір бірдей. Айырмашылығы жоқ, тек сандарында ғана. Яғни жауаптары бірдей деген сөз. Яғни теңдеуді бір санға көбейтіп қоя аламыз. Енді қарайық, енді бір-біріне қосып жіберсек не болады? Минус 2y плюс 2y бір-бірін жойып жіберіп, 4-ке x қоссақ 5x болады. Енді ары қарай шешеміз. Енді сразу құрастыра салдым. Жалпы осылай. Егер мысалы бір сандарды жою үшін, қосу не азайту үшін жүйені бір теңдеуге көбейтуге болады, немесе бөлуге болады. Дәл осылай сіз 3 айнымалы, 4 айнымалы теңдеулерді шешесіз. Бірақ мына теңдеудің санымен, мысалы мұнда 2 теңдеу берді ғой, жүйеде 2 теңдеу берді. 2 айнымалы болса шешесіз. Ал егер сізге 2 теңдеу беріп, 3 айнымалы беріп қойса, теңдеудің саны 2, бірақ айнымалының саны 3 болса, онда сіз шеше алмайсыз. Бұл уже түсінікті нәрсе. Яғни теңдеу саны мен айнымалының саны бізде бірдей болу керек екен. Яғни жүйені түсіндік деп ойлаймын. Жүйе өте көп кездеседі ол. Жалпы неде тест кітапшасында өте көп кездеседі. Теңдеу бар, теңсіздік бар. Яғни сіз жүйелі теңдеуді шешуді үйренсеңіз, ары қарай жүйелі теңсіздіктер, тағы логарифм барлығы осыған қатысты. Енді бізде не қалды? Так, рационал теңдеулер. Рационал яғни не ол? Түбір астына байланысты. Түбір астына байланысты бізде шешу үшін, мысалы мына жерде x табуымыз керек қой. Мына түбірден құтылу керек. Ал түбірден құтылу үшін мысалы біз екі жақты да квадраттаймыз. Өйткені мына жерде 2 бар, квадратта 1 бар. Квадраттан құтылу үшін екі жақты квадраттаймыз. Теңдеуді екі жақты квадраттауға екі жақты да бірден түбірдің астынан жерге, не болмаса екі жақты да бірдей сандарға бөліп жіберуге барлығы болады дегенде осындай әдістер жарайды. Квадраттаймыз не болады? Түбір жойылып кетеді, түбірдің астындағы сан қалады. X минус v тең болады, с-ны квадратсақ с квадрат болады. Енді уже білесіз, мұнда x тұр. Ары шешесіз. X тең болады нешеге? С квадрат на минус v плюс v болып өтеді. Мұнда а бөлінген а бөлінеді. Такой тұрған а мұнда бөлінеді. Болды. Егер екі жақта да мысалға ax минус v түбір астында тең болады. Мұнда түбір астында мысалға x минус с дейік. Осындай нәрсе берсін. Сонда да бәрін есейді, екі жақты өйт квадраттасты шеше бересіз. Жалпы сенде осындай. Енді тек бір әдісті ғана пайдаланып шығаратын есеп бере қоймайды тестте. Сіз бүкіл әдісті үйренесіз, және бір-біріне қолданасыз. Одан кейін осы әдістерді қосып бір күрделі есептерді шешуді үйренетін боласыз. Жалпы рационал бітті. Енді біз жаңа айттық, бөлшектің алымында ғана x кездесуі мүмкін, не болмаса мына жерде алымында да бөлімінде де x кездесті. Осы кезде не істейміз? Осы кезде бір қателеспей нақты шығарудың жолын ұсынайын. Мысалға мына бөлшекті сол күйі жазамыз. kx минус с бөлінген ax минус v. Енді мына d қандай да бір сан болуы мүмкін. Мысалы d 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, кез келген сан болуы мүмкін. Сол d-ны тең келесі бетіне өткіземіз кері таңбамен, тең болады 0. Енді мына 2 бөлшек қой, 2 бөлшек бар, мынаның астында 1 бар, ортақ бөліп береміз. ax минус v-дан. Мынаны ортақ бөліп береміз. Енді үстінде не болады? kx минус с минус d-ны көйтіп шығамыз. d-ax плюс dv. Тең болады, мына бөлшектің астын солай жазамыз. ax минус v тең болады 0. Енді не істейміз? Енді бізде бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деген сан үстінде қандай да бір сан, цифр, жүйе, неше түрлі нәрсе болуы мүмкін, бірақ бөлімі не болмау керек? Бізде 0 болмау керек, бұндай ереже жоқ. Ал егер үсті 0 болып қалып, асты қандай да бір сан болса, онда 0-ді санға бөлсек, онда бұның жауабы шығады 0. Ал бірақ қандай да бір санды жүйені теңдеуді 0-ге бөлсек, онда 0-ге бөлмейді жалпы. Бізде сол үшін мынандай ереже бар. Мынаның асты, бөлшектің асты жалпы 0-ге тең болып қалмау керек. ax минус v тең емес 0-ге деп шешеміз. Бұл тең емес дегенде ары қарай шешіп кете бересіз. ax тең болады минус v. Тең емес салып қойды, минус v келесі бетке плюс v өтеді. x тең еместі қайтып жазып қоясыз, a-ны v-ға бөлесіз. v бөлінген a болады.
Бұны аға бөлген кезде шығатын сан ол x-тің жауабы болмайды. Себебі неге? Егер дәл сол санды мынаға әкеліп қойсақ, онда бөлшектің бөлімі бізде нөлге тең болып қалады. Ал нөлге тең болды деген сөз, онда бізде есеп жауап дұрыс емес. Мысалы, төбесін шештік, x-тің екі жауабы шықты мысалға, біреуінен 2 шықты, біреуінен 3 шықты. Екі жауап бар. Енді апарып 2-ні мұндағы x-тің орнына қойсақ, бір санға көбейтеді, және азайтады, асты нөлге тең болып қалады. Осындай жағдай кездесуі мүмкін. Осы кезде не істейміз? Бұны 2-ні жауаптан алып тастаймыз. Бізде жауап тек 3 болуы мүмкін. 3-ті қойып бөлесіз. 3-ті қойғанда енді 0 шықпау керек. Өйткені 2-ні қойғанда 0 шықса, 3-ті қойғанда 0 шықпайды. Яғни бізде 3 жауап, бізде дұрыс жауап болады. Біз үстінің шешесінде так 2 жауап тұр, вариантта бүйтіп көріп қойды. 2 және 3 бір жауапта тұрады, және 3-тің өзі бір жауапта тұрады, 2-нің өзі бір жауапта. Кетіп тұрсыз, менде есептеуім 2-де 3 шықты, бітті, осы жауапты белгілейміз, бірақ бұл қате болып келеді. Шынында 2 оның анықталу облысы дейді ғой. 2-ні x-тің орнына қоюға болмайды. Себебі неге? Қойған жағдайда бөлшектің бөлімі нөлге тең болып қалады екен. Енді мұнда біз көбінесе нелерді алдық? Мұнда a, v, s, d деген қандай да санды қарастырыңыз. Мұнда біз x табуға айналамыз. Енді қалғандар практика жүзінде көретін боласыздар.